Атың кім? Қоймай. Маған кукла ойыншық керек. Бір жақтан тұрғым келмейді. Бір басқа қарақым бар. Мамам менің қара қызым ботақайын деп. Сөйтіп еркелете ма? Ал, ендеше жігіттер, Құдай қаласа міне сөмкелерімізді алып келдік. Қазіргі уақытта ішіне саламыз да мұқтаж отбасыларға апарып береміз. Кішкентай балдарымыз, бүлдіршіндеріміз кешелі бер күтуде. Қыркүйекке дайындық. Сөмкемізді алдық. Айта кетсек, артында ортопедический. Кемінде 4-5 жыл қолданады бұл сөмкені. Ішінде мынандай зарядка, наушник қойып алса болады мына жерге. Жүгіруге, спортқа өте ыңғайлы. Тағы да бір қосымшасы бұның. Мұны жаңбыр жауған кезде әдемілеп осындай несін таптап балдарымыз ары қарай кете береді. Тросы бар, бұл онша-мұншаға жығылмайды. Көп балалы анамыз бар еді. Сөмкелерді алып келген едік бауырларымызға. Мынандай жақсы сөмке ішінде дәптер ручкасы бар. Қай қызды? Қайсың, сүй жақсысың? Жақсы. Молодец. Сау боласың ба? Молодец, жарайсың. Айгерім апай, қалайсыздар? Молодец. Міне, Талғат, мынау саған. Жылама, қорқпа. Біз сенің қасыңдамыз, бізге айт. Көрші кән. Кетсің әдемі, қарашы. Рахатта. Мамамды тастамаймын. Мамамды ешнәрсеге айырбастамаймын. Ой, жарайсың. Біздер қазақ баласы, сәлем сөздің анасы. Алдымыздан кезіккен көп таныстық көреміз. Бәріне де ізетпен біздер сәлем береміз. Машалла, айналайын. Жанатул Фирдауси қорының ұйымдастыруымен Мектепке жол қайырымдылық жобасы аясында 150 сөмке сатып алынды. Ендігі мәселе, осы 150 сөмкенің ішін мектеп құрал жабдықтарымен толтыру үшін сбор ашамыз. Әркім өз үлестеріңізді қосуда аянбаңыздар.